Сәлем оқушылар, қалайсыздар? Сіздерге Кореядан, нақтырақ айтсақ, Сеулдан жалынды сәлем. Енді біздің алғаш сабақ болған кейін ерекше болсын деген ниетпен осы Сеул қаласында сіздермен бірге осы алғаш сабақты бастап отырмыз. Енді мынау бізде қазір қаланың нақ ортасындамыз. Мына жерде мына Намсан деген жер. Мынау енді көп тұрсыңдар ма? Намсан деген тау бар. Көрсеңіздер болады, әлемде, по-моему, 4-ші орында ма тұрады биіктігі бойынша. 380 метр. Алдында осыған шықтық, үстіне шықтық, өте жақсы. Құдай қаласа осы Кореяға келіңіздер, Құдай қаласа сіздерге де бұйырсын осы жерді көру. Менде шынымен де бұрында кішкене кезде қатты армандамаған, менде Кореяға бару деген нәрсе болмаған. Но бірақ Аллаға шүкір осында қазір келіп, осында көріп жатырмыз. Сіздерге де бұйырсын дегім келеді, иә. Қазір сәл дауыстары қатты шығып қалуы мүмкін, бірақ оған қатты мән бермеңіздер, жақсы ма? Ол заттар, иә, бағана айттық біз атомдар бірігіп, олар молекула, яғни заттар түзеді деп айттық, иә. Енді осы заттардың өзі мен әзірше осылай үлкен бір екі неге бөлем, органикалық заттар және бейорганикалық заттар. Бейорганикалық заттардың өзін тағы да жай зат және күрделі зат деп тағы да бөліп қарастырамыз. Жай зат дегеніміз ол не? Құрамы тек қана бір ғана атомның түрінен тұратын заттарды біз жай зат деп атайды екенбіз. Оған не жатады? Мысалы H2, иә? Мысалы кальций, оттек, мысалы O2 деп жататын болсақ, иә? Мысалы темір, мысалы феррум. Яғни бұлар де бір ғана элементтен тұрады, яғни бір ғана атомнан тұрғандықтан бұлар бізде не болады екен? Жай зат ретінде қарастырамыз. Енді мысалы H2O десек, уже бұл бізде не болмайды? Жай зат ретінде қарастырмаймыз. Неге? Өйткені ол жерде сутек деген атом бар, және де оттек деген атом бар. Яғни екі түрлі атом болғандықтан бұл жай затқа жатпайды. Сонда бізде күрделі затқа осы су жатып кетеді деген. Яғни H2O бізде не? Күрделі зат. Мысалы, тағы да калий OH, яғни бұл жерде бізде калий, оттек және сутек деген үш түрлі атомнан тұр екен. Яғни осыны бізде дейміз күрделі заттар деп атайды екен біз. Сонымен ары қарай кеттік. Біз күрделі заттардың өзін тағы да біз не істейміз? Төртке бөліп қарастырамыз. Олар бізде қандай заттар десеңіздер, оксидтер, негіздер, қышқылдар және тұздар екен, иә. Яғни оксидтер дегеніміз не? Оксидтер дегеніміз, қараңыз, жақсылап тыңдаңыздар, құрамы екі ақ элементтен тұрады, яғни бинарлы қосылыстар ғой. Екі ақ элементтен тұрады. Оның біреуі міндетті түрде не болады? Оттегі болу керек екен. Яғни кез келген бір элемент, Е деп қоя салайын, екінші біреуі не болу керек? Оттегі болу керек екен. Я оттегі болу керек. Түсінді ма? Сонда ЕО. Мысалы, тағы бір мысал ретінде қарасақ, мысалы СО2, яғни құрамы екі ақ элементтен тұр, көміртек және оттектен. Біреуі оттек, біреуі көміртек. Сол сияқты тағы да натрий 2O. Не? Біреуі натрий, біреуі оттек. Яғни бұл да не? Оксидке жатады. Келесі. Тағы не? Мысалы SO3. Бұл да не? Оксидке жатады. Яғни құрамы көміртектен және оттектен тұрады екен. Келесі негіздер дегеніміз ол не? Негіздер дегеніміз, қараңыз тағы жақсылап тыңдаңыздар, құрамы металдан және гидроксидтен тұратын қосылыстар етеміз. Яғни металл деп отырғанымыз ол бізде Ме деп жазамын қазірше, және OH-тан тұрады екен. OH-тан. Енді OH деп отырғанымыз жаңағы біздің не? Бұл бір валентті тобы есептеледі. Екеуі атомдар тобы дейді, екеуін бір валентті қылып есептейміз. Жақсы ма? Бұны біз гидроксид дейміз. Гидроксид. Немесе гидроксотоп деп те айтады кейде. Енді Ме дегенді қайдан аламыз ағай дейтін болсаңыздар, бізде периодтық кесте бар, осы периодтық кестедегі бордың төменгі шетіндегі нүктеден бастап, осы нүктеден бастап, мынау неге дейін сатын болсақ, астаттың төменгі жағына дейін сатын болсақ, бұл бізде не болып табылады екен? Жаңағы біз айтқан осы металдар мен бейметалдарды ажыратуға болады екен. Енді қалай ажыратамыз дейтін болсаңыздар, оның мына жақтары, яғни мыналардың барлығы нелер екен? Яғни сол жақ төмендегілері, яғни сол жақ төменде тұрған мыналар жақ, мына жағымыз бізде. Олар бізде металдар болып есептеледі екен, ал оң жағымыз бізде бейметалдар болып есептеледі екен. Енді бұл жерде тағы бір ескеретін жағдай бар. Мынау қызылдар, мына қызыл деп тұрған розовый дейміз бе, қызыл дейміз бе? Осылар металдар екен. Мынау сызыққа қарамайды оны, Мысалы, титанды оны бейметал деп жүрмеңіздер. Жарай ма? Сонда бізде металдарға кімдер жатады? Металдарға мынаның сол жағы, сол жақ. Және де кімдер? Мынау қызылдар, қызыл немесе розовый дейміз ба? Қызғылт дейікші мақұл. Қызғылттар. Түсінікті ма? Солар металдар екен. Немесе одан бөлек тағы да айтатын болсақ, мынау біздің период кестедегі ергіш кестесі бар. Сол ергіш кестесінің жоғары жағын қарасаңыздар, мыналардың барлығы бізде не? Металдар екен. Металдық қасиет көрсетеді. Енді бұл жерде тек мына екеуін қарастырмаймыз. Қалғандардың барлығы не екен? Металдар болады екен. Яғни оларды мына жерде отырған натрий мен OH-ты қоссаңдар, не болады уже? Гидроксид болады, яғни негіз болады екен. Сол сияқты мысалы кальций OH2 десек, бұл да не екен? Негіз болып есептеледі. Қышқылдар дегеніміз не? Қышқылдар дегеніміз құрамы сутектен, H-тан және
X-тан тұрады, яғни қышқыл қалдығынан тұратын күрделі заттарды айтамыз. Яғни X деп отырғанымыз қышқыл қалдығы. Қышқыл қалдығы. Қышқыл қалдығы. Енді сіздерде сұрақ болуы мүмкін, H-ты түсіндік. Енді H-ты қайдан аламыз десеңіздер, тағы да мысалы, жаңағы ергіш кестесі бар ғой, сол ергіш кестесіне OH-ты есептемейсіңдер да, мыналардың барлығы бізде, осылардың барлығы не қышқыл қалдықтары болып есептеледі. Яғни сол кезде бізде не істейміз? Сутекпен нені қосамыз? Осы жердегі мысалы мыналар любой біреуін қосасыз. Мысалы HNO3-ті, HNO3, H2, H хлор деген сияқты мыналардың бәрін қосып кетатсаң, ол не болады екен? Бізде қышқыл болып есептеледі екен. Келесі тұздар дегеніміз ол не? Тұздар дегеніміз металдан және қышқыл қалдығынан тұратын күрделі заттарды айтады екенбіз. Яғни бұл жерде отырған енді металл деген оны білесіңдер қайдан алу керек екен? X-ті тоже білесіңдер. Енді қазір өзің, мен мысалы қышқылдардың ережесін қалай айттым? Құрамы сутектен және қышқыл қалдығынан тұратын күрделі заттар деп айттым. Тура сол сияқты тұздардың қазір сен өзің ережесін айтып көрші. Стоп баста ережесін айтып көр. Стоп басып ережені айтқан болсаң, мынандай айттым ғой, сонымен тексеріп көр. Құрамы металдан және қышқыл қалдығынан тұратын қосылыстар екен. Металдан және қышқыл қалдығынан тұрады. Сонда бізде натрий мен NO3-ті қоссақ не болады екен? Тұз болып есептеледі екен. Келесі калий мен фторды қоссақ тоже не? Тұз болып есептеледі екен. Мысалы, тағы да алюминий мен хлорды қоссақ тоже не болады екен? Бұл тұздар болып есептеледі екен. Енді қазір бұлардың формуласын қалай жазу керек екен, оның аттарын қалай атау керек екені туралы қазір төменде айтатын боламын. Жақсы ма? Сонымен біз не дейміз? Мына жерде шатаспау керекпіз. Яғни оксидтер деген кезде элемент O естеріңе түсу керек. Негіздер деген кезде металл OH естеріңе түсу керек. Қышқылдар деген кезде HX естеріңе түсу керек. Тұздар деген кезде металл X сендерге не елестете алу керексіздер және ережесін осылай айта алу керекпіз. Жақсы ма оқушылар? Осы нәрсені ұмытпайық. Сонымен кеттік. Енді оксидтерді өттік. Енді біз қазір негіздерден бастаймыз. Негіздер дегеніміз құрамы металдан және гидроксидтен тұратын қосылыстарды біз не деп атайдық? Жаңағы негіздер, негіздер дедік. Енді біздер мынау период кестені қарасаңыздар, сол период кестедегі ергіш кестесі, мен сол жердегі мынау ерімейді, аз ерейді деген сөздердің бәрін алып тастадым. Мына сөздерді алып тастадым да, соған байланысты мына формуланы құрастырдым. Енді мен бұл формуланы білсеңіздер 2015 жылдан бері қолданып келемін. Яғни сол кезде бізде нишқа барған кезде бізде андай задание болды негізі. Оқушылар нашар болды, шынымен де сол кезде соның нәтижесін, яғни 11 кластың оқушылары химияны білмейді, мысалы 11 кластың оқушысы химия білмейді. Енді оған 11 сыныптың тақырыбын түсіндірсең, ол түсінбейді ғой точно. Сол үшін біз оның базасын құрастыру керек болды да. Сол кезде бізге осы нәрсе мен ойыма сол кезде есіме түскен жағдай. Ойланасың, ойланғаннан кейін менде осы нәрсені үйге алып келу керек деген сияқты бір не болды да. Оқушыларды осы 2 айдың ішінде, ойлашы, 2 айдың кезінде сол кезде химияны үйретіп тастадық қой, ойлашы. 5 жылдық химияны 2 айдың ішінде. Вот сондай. Так, кеттік ал. Сонымен литий мен OH-ты қоссақ, бізде не шығады? Формуласы шығады екен. Литий бізде бір валентті, литий OH деп жазамыз. Литийда бізде OH-та бір валентті болғандықтан қараңыздар, OH-ты біз бір валентті деп қарастырамыз. Екеуі бір атом тобы деп айттым. Мынау литий бізде тоже бір валентті. Келесі, мысалы, тағы не? Натрий OH. Бұл да не? Гидроксид, негіз. Енді қараңыздар, сендер қазір дәптерлеріңізге осы кестені салыңыздар. Мына кестені егер және де үй жұмысының астында тұр, осы видеоның астында, соны скачать етіп алып, немесе распечатка жасап алсаңыздар болады, немесе дәл қазір осы кестені стоп басып қойды, тура осы кестені сал. Салған кезде мынандай нәрсеге мән беру керексің. Мына формула сию керек сенде қан. Мына формула сию керек, және де атын жазу керексің, қолмен жазу керексің. Литий гидроксиді деп осылай сидіріп жазу керексің. Мысалы, калий OH жаздым ғой, мысалы, калий OH деп жаздым, яғни калий гидроксиді деп мен осыны жазып шығу керекпін. Обязательно ол оқушылар. Обязательно. Сендер мына жерде жазу арқылы бірінші үйренесіңдер, және де көзбен жатталады бұл. И автомат болады. Мен сендерге айтарым нәрсе, ертең Құдай қаласа сендердің химиядағы білімдеріңізді тексеру үшін, мен мысалы 50 баллық тест беремін ғой сендерге, осы 50 баллық тестті сен как минимум 30 минутта аяқтап бітіру керексің ғой. Егер сен 30 минуттан асырып қоятын болсаң, онда сенің әлі химиядағы білімің нашар деген сөз. Бір нәрселер нашар емес, кейбір нәрселерді қайталау керек деген сөз. Менде оқушылар болды, ол кезде енді 40 балдық жүйе еді. Сол кезде мен есептеген кезде, менде оқушылар 15-20 минуттың ішінде 40 балдық сұрақты полный жауап тастайтын. 15-20 минуттың ішінде. Түсіндің ма? Кеттік ал. Келесі бізде N-дар OH ол бізде металға жатпайды, бірақ металдық қасиет көрсететін зат. Оның аты бізде аммоний деп аталады негізі. 2 М-мен жазылады.
аммоний. Міне жерде жазылып тұр, бұның формуласы қалай болады? Бұл да бізде бір валентті. Бұнан төртін ешқашан тастамаңдар, жарай ма? Бұны формулаға қосып жүрмеңдер, ол өзінікі. Оған тиіспеңдер. Мысалы, мысықтың құйрығы сияқты ғой, ол түспеу керек та, оны жұлып алып тастамаңдар. Оның үстіне бір нәрсе қойып қоймаңдар, жарай ма? Сондықтан NH4OH деп осылай жазылады формуласы. Аты қандай екен? Аммоний гидроксиді болады. Келесі екі валенттілер жазып көрейік, мысалы, бариймен жазамыз. Барий OH, я? Барий бізде екі валентті болғандықтан, анау бізде бір валентті, екісін жазатын болса, қараңыздар, осындай атом топтары келеді ғой, міндетті түрде оған коэффициент қоятын болсақ, былай қойып жүрмеңіздер. Я? Барий OH, мына жерге екі қойып жүрмеңдер. Мына қойған екінің тек қана сутекке ғана тиесілі қояды. Сондықтан оны всегда біз не істейміз, жақшаға алып барып, атомдар тобының сыртына осындай сан қою керекпіз. Я? Барий OH екі, мінекей. Барий OH екі, барий гидроксиді. Сол сияқты мысалы 3 валентті болса, істейміз алюминий OH 3 деген сияқты. Енді қалғандарын өздерің бұйырса, не істейсіңдер? Мынаның барлығын, мына қатардың барлығын не істейсіңдер? Полный формуласын жазып, астына атымен бірге жазып шығасыңдар. Жарай ма? Жақсы, кеттік. Енді бұл бізде не болды? Негіздер болды, я? Негіздер болды. Енді бізде келесі ол қышқылдар деген тақырыпқа тоқталамыз. Оған толық мәнді жауап беру үшін